К дауыссыз қатаң дыбыстар. К дыбыстары сөздің барлық буындарында жазылады. Қайрақ, көлік, есік, қымыз, қылыш, аққала, қасық, аққу, көбік, өксік. Қ дыбысы жуан дауысты дыбыстармен тіркесіп, жуан буындарда ғана айтылып жазылады. Құрақ, жапырақ, ұқыпты, орақ, ұршық. К дыбысы жіңішке дауысты дыбыстармен тіркесіп, жіңішке буындарда ғана айтылып жазылады. Көбелек, кіш, әкел, үкім, күрек, көп, белдік. Г, Г дауыссыз ұяң дыбыстар. Сөз басында, сөз ортасында келеді. Ғылым, ғалым, аға, ағаш, ағарту, ұғымтал, гүл, егін, үгілу, гаухар, егеу. Г, Г дыбыстары қазақ тілінде сөз соңында келмейді. Тек орыс тілінен енген кей сөздерде ғана сөз соңында жазылады. Педагог, округ. Қ дыбыстарына аяқталған сөздерден кейін дауысты дыбыс келсе, Қ дыбысы Ғ дыбысына, К дыбысы Г дыбысына айналады. Құлақ, құлағы, жапырақ, жапырағы, сабақ, сабағы, бұлақ, бұлағы, күрек, күрегі, есік, есігі, көмек, көмегі, етік, етігі.